Баршаңызға қайырлы күн. Өте дәмді болып шығатын зебра пирогының әдемі жолақтарын жасайтын боламыз. Видеоны соңына дейін қарап, каналға тіркелуді ұмытпаңыз. Ендеше кеттік. Алдымен ыдысымызға жұмыртқамызды салып, оның үстінен қантымызды салып, жақсылап араластырып алатын боламыз. Екесе көпіргеннен кейін, оның үстіне сметанамыз, 20% сметанамызды салып, араластырып, оның үстінен сары майымызды ерітіп алып, үстіне қосатын боламыз. Енді құрғақ массамыз дайындаймыз. Ұнымыздың үстінен қопсытқышымызды қосып, електен өткізіп, сұйық массамызға салып, араластыратын боламыз. Қамырымызды 2 бөлікке бөліп аламыз. Бір бөлігін қоямызды, екінші бөлігіне какао салатын боламыз. Какао бұл жерде Малайзияның какаосы, осы кондитерскийден сұрасаңыздар килограммдап сатылады. Және ұнымыз высший сорт болу керек, яғни жоғары сұрыпты болу керек. Сонда жолақтары әдемі көрінетін болады. 2 қамырымыз дайындап алған соң, формамыз 26 см диаметрлі, осыған кезектестіріп отырып, бір қасықтан саламыз және әдемі етіп сызып сәндесеңіздер де болады. Дайындап болғаннан соң, пешімізге алдын ала қызып тұрған духовкамызға 180-190 градуста 30 минутта пісіріп аламыз. Жасап жатсаңыз аз болсын, алда болатын көптеген видеоларды жіберіп алмас үшін каналға міндетті түрде тіркеліп, лайк басып, комментарий жазыңыз. Видеоны соңына дейін қарағандарыңыз үшін рахмет. Сау, сәлеметте болыңыздар.